Ассалаумағалейкум, жекпе-жек сүйер қауымыздерін бірге азамат және бүгін біз бокс туралы сөз қозғауымызды жалғастырамыз. Сол баяғы Қазақстан-Өзбекстан айқасы және де қайтадан өзбекстандықтарға төрешілердің көмектесетіні. Егер бұған дейін ересектер арасында неше түрлі подсоткаларды көрсек, ендігі жолы балалардың да жарыстарына келіп тұр. Себебі Бахрейнде өткен жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бұндай сәттер өте көп болды. Ал бокстан Қазақстан және Өзбекстан құрамалары үздік атанып, бірінші орында алып отыр. Сөйтіп, біз екі елдің нағыз бауырмашылдығын көрсетіп, Азия елдерінде жасөспірімдер арасында да үздік екенін дәлелдеп отыр. Бірақ кейбір жекпе-жектерге сұрақтар бар. Сондықтан бүгінгі видеомызда осы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын сіздерден сұрайтыным, арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, сіздердің ойыңызша Өзбекстан құрамасына төрешілер көмектесе ме? Тіпті төрешілердің сатып алған сәттері болды ма? Өз ойларыңызды астыға комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Айтпақшы, келесі аптада бізді Қайрат футбол клубының чемпиондар лигасындағы Интерге қарсы ойыны күтіп отыр. Және Қайраттың жеңісіне ең үлкен кеп біздің достарымыз Теннесси букмекерлік кеңсесінде. Оған қоса, Наши 25 промокодымен 20 000 теңгелік фрибет алсаңыздар болады. Сілтемесі астыда комментарийде. Сонымен, Бахрейн елінде 3-ші жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары өтті. Сол жерде неше түрлі жарыстарда қазақ-өзбек айқастары орын алған еді. Bir жерде қазақ спортшылары жеңсе, кей сәттерде өзбек спортшылары да басым болып жүрді. Бірақ біз бұл жерде тек бокс туралы айтуды көздеп отырмыз. Сондықтан бірден боксқа көшейік. Финалдық жекпе-жектерден бөлек жартылай финалда да Қазақстан-Өзбекстан айқастары орын алған болатын. Соның бірінде 75 келі салмақтағы жартылай финалда жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионы қазақстандық Санжар Матасов өзбекстандық Диорбек Муродилоевпен кездескен еді. Сол жекпе-жектің алғашқы раундында Санжар өте ауыр нокдаунға құлады. Кейін тұрып жекпе-жекті жалғастырғанына қарамастан өкінішке орай жеңіліп, осы жасөспірімдер арасындағы Азияданың қола жүлдегері атанды. Ал қарсыласы өзбек боксшысы финалға шығып, сенімді жеңісінің арқасында чемпион болды. Ал енді финалдық кездесулерге көшсек, ең бірінші болып 46 келі салмақ дәрежесінде қазақстандық Арман Мырсабит өзбекстандық Абдуғани Еркенжоновпен кездесті. Ал финалға дейін біздің Арман үнді Қытай және Тәжікстан боксшыларын жеңген еді. Солай, финалдық кездесудің алғашқы раундында екі боксшы да жоғары қарқында бокстасты. Қазақ боксшысы бірінші номермен жұмыс істеп, қарсыласына қысым жасап, соққылар жаудырып жүрсе, өзбек боксшысы қашып жүріп, соққы тастап, қарсыласының темпін бұзып, былай айтқанда өзінің шабуылдарын тастауға тырысты. Және раунд өте жақын болды. Себебі екі боксшы да берілмей, қолдарынан келгеннің барлығын салып жүрді. Және мен бұл раундты 3-2 есебімен кез келген жаққа кетіп қалуы мүмкін деп ойлап едім. Бірақ түсініксіз жағдаймен төрешілер 5-0 деген есеп шығарды. Және бірден мынау өзбекстандық боксшыға беріп отыр. Осы жерде не үшін, кім үшін, бәлкім төрешілерге ақша беріп қойды ма, қалай жақын жекпе-жекке 5-0 деген есеп береді деген сұрақтар туа бастады. Екінші раундта қазақ боксшысы темпті көтеріп, одан сайын мықтырақ шабуылдап, қарсыласына ауыр соққылар тастап жүрген еді. Ал өзбек боксшысы клинчке кіріп, қолын қысып, құшақтауға мастер болды. Ортадағы төреші қарап, мәз болып, жай ғана ауызша ескерту беріп, рингті айналып періп жүр. Мен бұл туралы не үшін айтып жатырмын деген сізде сұрақ пайда болуы мүмкін. Себебі дәл осындай қылық, осындай құшақтап мастер болып жүрген өзбек боксшысына келесі жекпе-жекте тек қана ескерту емес, мүлде балын шешіп тастаған болатын. Ал мына жолы бірқатар правила бұзғаны үшін ешқандай бал шешпей, тіпті ауызша ескертуді бермей жатты. Ол аз десеңіздер, раунд біткеннен кейін тіпті есеп таблосы шығады, 10-9, 9-10 деген, соны мүлде көрсетпеген еді. Сол кезде ақ мына жекпе-жектің ұрланатыны жеке өзіме түсінікті болды. Ал үшінші раундтың басында біздің бапкеріміздің реакциясы мынадай. Және менің ойымша осымен ақ, осы біздің бапкерлердің айтқан сөзінен ақ барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ана жерде таза тонау болатыны барлығы біліп отты. Үшінші раундта жекпе-жек бейнесі мүлде өзгермеді. Қазақ боксшысы шабуылдап, соққы тастап, қуып жүрді, ал өзбек боксшысы адам көрмегенде құшақтасып өліп баратыр. Ортадағы төрешіге де поқ. Солай әйтеуір жекпе-жек аяқталып, қазақстандық боксшыдан жеңісті ұрлап, өзбек боксшысына беріп отыр. Тонау болды ма? Болды шешес. Ақша берді ма? Берді шешес. Ересектер арасындағы тонаулар аз еді, енді міне балалар арасында да ақша беріп, жеңісті ұрлап, кәдімгідей өліп баратыр да. Ана жерде ең және мен үшін өкініштісі қазақ баласының сағы сынып қалуы мүмкін. Боксқа деген желаниясы кетіп, талантты болашақ олимпиада чемпионынан
айырылып қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан біздің федерация мен жоғарыда отырған ағаларымыздың осындай сәттерде ықпалдары қажет, және де осындай сәттерді қолданып, қолдарынан келгенше барлығын жасап, федерацияға, осы Азиядан ұйымдастырып жатқан Бахрейн еліне, төрешілерге барлығына қысым жасап, нағыз әділ шешімді көрсететін шығар деген ойдамын. Және айтпақшы, осы туралы әріптесім журналист Аслан Қаженов жазып қойған еді. Қаншалықты қарап отыра береміз, қашанға көне береміз, қашанға жұта береміз деген орынды сұрақтар қойып отыр. Жалпы сіздер бұл жайлы не ойлайсыздар? Өзбекстандықтардың төрешілерді сатып алып, қазақ боксшыларынан жеңістерді ұрлай беруі қашанға дейін жалғаса береді? Астыға комментарий өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Осыдан соң қатарынан 3 қазақстандық боксшыларымыз бірден алтын жүлделерді алып берген болатын. 50, 55 және де 66 келі салмақтарда, және де дәл осы 66 келі салмақта еркектер арасында біздің қазақстандық Даниял Шалқарбай деген жігітіміз өзбекстандық боксшыға қарсы шыққан болатын. Және де осы жекпе-жек менің ойымша таза болды. Неге? Себебі бірінші раундта 5-0 есебімен таза жеңгенін айтты. Бұл жерде мен қазақстандық боксшының жеңгенін айтып тұрған жоқ, төрешінің дұрыс жұмыс жасағанын. Себебі ана жерде өзбекстандық боксшыға ешқандай мүмкіндік қалдырмай біздің Даниял өте керемет бокста шықты. Ал екінші раундта қарсысын нокдаунға жіберген болатын. Соның арқасында сенімді жеңіске жетіп, біздің Қазақстан қоржынына 4-ші алтынды әкелген болатын. Келесі Қазақстан-Өзбекстан айқасы әйелдер арасындағы 75 келі салмақта орын алды. Және де сол жерде Камила Оспанова қазақстандық боксшы қыз өзбекстандық қызға қарсы шығып 30-27 деген төрешілердің барлық 5-0 деген есебімен жеңіске жетіп, біздің Қазақстан қоржынына 5-ші алтын жүлдені алып келіп отыр. Ал көршілес Өзбекстан болса, дәл біздер секілді 4 алтынды жинап алды. Және де 5-ші алтынды соңғы жекпе-жегінде күтіп отырған еді 80 келі салмақтағы жерде. Және де сол жердегі жекпе-жекте біздің қазақстандық боксшыға қарсы жекпе-жек орын, яғни айқас орын алып, барлық шешуші сәт дәл осы соңғы жекпе-жекте орын алды. Ал соңғы жекпе-жекке дейін есеп 2-1 біздің Қазақстан құрамасы алда болатын. Және осы шешуші 80+ келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жекте біздің Мұхаммед-Али Рүстембек өзбекстандық Асотбек Сұлтанбоевке қарсы шыққан еді. Және де өкінішке орай 0-5 есебімен 30-27 деген есеппен өзбекстандық жігітке есе жіберді. Және де осы жерде менің ойымша жекпе-жек таза болды. төрешілердің ешқандай көмегі болған жоқ. Екі боксшы таза бокста шықты да, екеуінің бір-біріне деген сыйластығы өте жоғары деңгейде болды. Соның арқасында екі бауырлас халық 2-2 есебімен осы бокстан финалдық кездесулерді жауып, былай айтқанда победила дружба дейді ғой, сол секілді барлық медальдерді өзара бөліп алған болатынбыз. Ал жалпы құрамалар арасындағы нәтижеге келетін болсақ, Қазақстан мен Өзбекстан құрамалары бірігіп осы бокстан барлық таблицаны басқарып отыр. Екеуінде де 10-10 медальдардан 5 алтын, 3 күміс және де 2 қола жүлделері. Және де бірақ бұған қарамастан Қазақстан құрамасы бұған дейін өзара айтқанда очный встреча дейді ғой, өзара жекпе-жектердің арқасында Қазақстан құрамасы басым болып, осы бокстан 3-ші жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарын бірінші орынмен аяқтап отыр. Өзбекстан құрамасына келетін болсақ, менің ойымша қазіргі сәтте өте мықты резерв өсіп келе жатыр. Әсіресе кіші салмақтарда емес, керісінше 70, 75, 80, 80+ және тағы басқа жоғары салмақтағы дәрежелерде Өзбекстан боксшылары өте мықты, өте қарқынды дамып келе жатыр. Әсіресе физика жағына келетін болсақ, себебі бұған дәлел ретінде біз қыркүйек айында өткен World Boxing'ның әлем чемпионатын алсақ болады. Себебі сол жерде біздің қазақстандық боксшылар кіші салмақтарда чемпион болса, өзбекстандықтар 75, 80, 85, 90 осы 4 салмақты сенімді алып кеткен болатын. Және менің ойымша ары қарай осындай тенденция жалғастыра берілуі мүмкін. Себебі кіші салмақтарда Қазақстан басым болса, жоғары салмақтарда дәл осы Өзбекстандар чемпион болып, екі ел, екі бауырлас ел өзара айтқанда медальдардың барлығын, жүлделерді бөліп алып отырады. Тіпті көбісі жазып жатыр, осындай Азия ойындары және тағы басқа заттардың жасап не керегі бар, егер барлық жүлделі орындарды, барлық медальдарды, барлық бірінші орындарды осы Қазақстан мен Өзбекстан боксшылары алып кетсе деген сөзсіз. Екі бауырлас халық әрдайым бірге жүріп, бір-бірінің конкуренциясының арқасында керемет өсіп келе жатыр.
Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, осы видеоның басты тақырыбындай өзбекстандық боксшыларға төрешілер көмектесе ме? Бұған дейін подсоткілер болған сәттерді өздеріңіз білесіздер. Жалпы болашақта ары қарай жалғастырыла бере ме? Өз ойларыңыз астыға комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Одан бөлек осы видеоға лайк басып, міндетті түрде арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Мен шынымды айтайын, болашақта осы Қазақстан мен Өзбекстан әрдайым бірге жүріп, үлкен шыңдарда бірге көрінетін шығар деген ойдамын. Алға Қазақстан, алға Өзбекстан. Ал сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.